Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеомды көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, комментарий, лайк қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетсеңіздер. Бүгін мен сіздерге оңай үй жағдайында химикатсыз, өте керемет, ең оңай жолмен қазанды ағартатын боламыз. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ондай болса бастайық. Біздерге күнделікті қолданып жүрген порошок, кәдімгі кір жууға арналған порошок керек болады, және де ас содасы, бір кір сабын керек болады. Бүкіл мен осы төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Ал мен мына жерде кір сабынымды осылай үккіштен өткізіп алдым алдын ала, және де үлкен кастрөлімізге суымызды алдын ала қайнатып қоясыздар. Міндетті түрде ішін толтырыңыздар, қазанымыз бататындай етіп. Кір сабынымыз дайын. Енді суымыз қайнауға аз қалды. Енді осы суымыздың ішіне кір сабынымыздан бастап саламыз. Кір сабынымызды саламыз. Онан соң барып порошогымызды 6 ас қасық саламыз, және де содамызды да 6 ас қасық саламыз. Және де бір араластырып жібереміз. Енді бір араласқаннан кейін барып суымыздың толық қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін барып ішіне жаңағы жуылатын ыдыстарыңызды жаймен салыңыздар. Күйіп қалмаңыздар, абайлап салыңыздар. Мен үйдегі бар содамды салдым. Негізі 6 қасықтан аса шықты. Енді жақсылап суымыздың қайнауын күтеміз. Қайнағаннан кейін барып жаңағы жуылатын ыдыстарымызды жайлап салып бастаймыз. Міне менің жуылатын қазаным алюмин. Енді сковородкамды да жуып көрмекшімін. Енді кете ма кетпей ма сіздерге толық айта алмаймын. Себебі бұның материалы алюминге қарағанда басқаша. Алюминді енді біздер қазанынан бастап жуып бастаймыз. Міне суым толығымен қайнады. Енді қазанды жайлап салып бастаймыз. Міне толығымен қазанымыз кірді. Ішіне енді 20 минут қайнатамыз. Ішіне сковородкамды да салып қойдым. Көреміз, енді 20 минут қайнатып көреміз. Бізге ешқандай да қырғыштың қажеті жоқ. Темір заттың бізге осы губка аса қажет болады. Енді қазанымыз 20 минут қайнап шыққаннан кейін барып, осы губкамыздың көмегімен бір сулап алып, жан-жағын осылай майлы жерлерін кетіреміз. Өзінен өзі май ағып, губканың көмегімен түсе береді. Менің қазаным 20 минут қайнап шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өзінен өзі осы губкамен кетіріп жатырмын. Ешқандай да қиындық жоқ. Бір шетін осы ұстап тұрып, майлы жерлерін, қатты май болған жерлерін осылай кетіре бересіздер. Міне қыздар, қазанымыз ағарып бастады. Жайлап енді қазір жан-жағын бірден кетіріп болғаннан кейін судан алып, таза сумен жуып аламыз. Ешқандай да әзелетсіз, ешқандай да химикатсыз, өте оңай үй жағдайындағы қазанды осылай әдемілеп жуып ала берсеңіздер болады. Қазанымыз әп-әдемі болып шыға келді. Су жаңа қазандай болып. Енді сіздер де осындай етіп үй жағдайында кетіріп көріңіздер. Ешқандай химикатсыз, барлығы оп-оңай. Және де келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар. Мен тек қана сковородкамды ағарта алмадым, себебі оның материалы алюминий емес екен. Сіздер де осылай көріңіздер. Сау болыңыздар.